Мен Сәкен Сыбанбайдың «Ғаламтордағы махаббат» атты кітабынан 5-ші палата атты әңгімені оқыдым. Әңгіме үлкен қалада тұратын Ержан деген жігіттің 6 жасар ұлы Имаштың бөлмедегі 2 қабатты төсектен құлап түсіп мертігіп қалуынан басталады. Ата-анасы дереу жедел жәрдем шақырып баланы көрсеткенде, бұл баланы 1 ай шамасында емдеу керектігін айтады. Әуелгі 10 күнде оны анасы қарап, одан кейін оны әкесі Ержан ары қарай алып жататын болады. Сонымен Ержан баласы біршама тәуір болып қалған кезде палатаға келіп жатады. Палатада бұлардан басқа 6 бала бар екен. 3-еуі қазақ, 1-еуі орыс, 1-еуі ұйғыр, 1-еуі татар баласы. Ержан әуел бастан ақ қалаттылардан аулақ жүргенді, аурухана атын ұнатпайтын. Әйтсе де амал жоқ. Осында жатып ол балалардың неше түрлі жағдайға түсетінін көріп, көз жетіп таң қалады. Біреуі велосипедтен құласа, бірі күресте аяғын сындырып алған, бірін көлік соққан, түрлі жағдаймен балалар үсті-үстіне келіп жатады, шырқырап, шыңғырып, жан дауыстары шығып жатқанын естіп, Ержанның кәдімгідей жүрегі ауырады. Палатада жатқан орыс тілді 3 бала біреуді келемеждеуге келгенде алдарына жансылмайды. Көрші палатадағы оңбай күйіп қалған баланы шашылып десе, келесі бір қолын гипстеп жоғары байлап таңып тастаған баланы гитлер деп ойлайды. Олардың ата-аналарында жағдайы жақсы емес, жаман емес ау. Өйткені әр келген сайын үйіп-төгіп балалардың қалауын орындап жатады. Бірінің қолында iPhone, бірінің қолында iPad, бірінде ноутбук, түрлі фильмдер көріп, ойындар ойнап, бір-бірімен алмасып қызыққа батады да жатады. Ауруханада ұзақ жатқан балаларға ұстаздары келіп сабақ өтіп жүреді екен. Әсіресе орыс тілді, орыс мектебінде оқитын балаларға ұстаздары саған кіріп, саған шығып сапырылысып жатады. Ал қазақша оқитын 2 бала ұстаздың қарасын көруге зәру. Олардың ұстаздары көпке дейін келе қоймады. Ал орыс тілді балалардың апайлары келіп, әрқайсысы өз сабағын өтіп жатады, бірақ балалардың ықыласы жоқ. Ұстазы келген күннің өзінде сол ойындарын ойнап, фильм көргендерін тоқтата қоймайды. Бір күні қазақша оқитын балалардың да ұстаздары келіп, 2 бала есі шығып, қуанып, бірінен кейін бірі сабақтарын айтып, барлық пәнден 5-тік алып, қуанып жатқанын көріп, оларға менсінбей қарап жүрген балалардың өзі таңдана қарап қалады. Жалпы палатада Ержаннан басқа ересек адам жоқтығын бір күні түс ауа 4 жасар баласымен бір жас келіншек келіп түсті. Жалпы ауру атаулы түнге қарай қозатын әдеті ғой. Түніменен бала шырқырап жылап, анасы оны алдайды, алдап сулап, айналып толғанып, тіпті болмаса дәлізге алып шығып көтеріп жүреді. Біресе сен жігіттің, сен мықтысың деп жігерлендіреді. Қайтадан ұрсады, айналады, толғанады. Осы жағдай қайталанып, түнгі сағат 3-ге дейін дамыл таппады. Сол кезде барып Ержан да рух дегендей болды. Осы ауруханада жатқанда әйел затының төзімділігіне анық көз жеткендей болды. Мына келіншектің орнында мен болсам қайтер едім. Ғалия, жұмысың да құрсын, басқасы да құрсын, мына балаға өзің қара деген болар еді. Ана деген құдіретке бас емеске лаж жоқ шығар деген тоқтамға келеді. Бір күні ауруханаға бір бала келіп түсті. Баланың көзінің алды көгіс тартқан, денесінің бәрі көгала қойдай. Медбике оны сулы шүберекпен сүртіп, жақпа майларын жағып жатты. Ержан таң қалып, не болған деп сұрап еді, бірден айта қоймады. Кейін дәлізге шығып баратқанда жаймен бұл баланы анасы маскүнемдікке салынып кеткен екен. Бұны бізге жедел жәрдем арқылы көршілері жеткізді деді. Ержан таң қалып, онда бұны полицияға хабарлау керек шығар деді. Жоқ, хабарланған деп. Полиция тергеуге алып, оны аналық құқығынан айырып, баланы мүмкін балалар үйіне өткізуі мүмкін деп күрсінді. Ержан сол күннен бастап әлгі балаға қамқор болып, жылы жұмсағын беріп өзін жақын тартуға тырысады. Алайда бала томсарып, томаға тұйық, тамағын ішіп ем-домын алғаннан кейін теріс қарап, терезеге қарап жатады да қояды. Bir күні екеуі оңаша қалғанда Санжар, енді жарақатың жазылған соң анаңа қайтасың ба деп сұрады. Әрине, басқа қайда барам? Енді сен тағы да таяқтайтын шығар. Таяқтаса өзімнен де бар ғой, дер кезінде айтқандарын орындасам мұндай болмас еді деді де күрсінді. Ержан ары қарай ләм демейді. Бірдеңе де жүрегі ауырып, баланың мұңды көзіне қараған күйі тоқтап қалды. Арада 2 күн өткенде
ержандар баласының жарақаты жазылып шыққалы жатқан кезде түске тынығу уақытынан кейін Санжарды таппай қалған. Дәрігерлерді, медбикелердің сабылып іздегенімен таппай қалғанын көріп таң қалды. Барлығы таң қалды. Бұл бала қайда кетті? Анасына жолықты ма екен? Әлде полиция ұстап алды ма деп жол бойы ержан ойланумен болды деп әңгіме аяқталады. Бұл әңгімеден біз палтада жатқан 6 түрлі баланың 6 түрлі тағдыр тарихын білеміз. Бұл әңгімеден біз әлеуметтік теңсіздікті білеміз. Біреу тойып секірсе, біреу тоңып секіреді дегендей. Жағдайы жақсы, қолдарында iPhone, iPad ұстаған балалар мен бір үзім нанға, жылы тамаққа мейірімге зәру болып жүрген Санжар деген баланың жағдайының аспан мен жердей айырмасын, әлеуметтік теңсіздік қоғамдағы күрделі мәселелерді осындай нәзік штрихтар арқылы жазушыны оқырман қауымға, оқырман аудиториясына байыпты, әдемі астарға жеткізуге тырысқанын байқадық. Әңгіме өте әсерлі. Баршаңызға Сәкен Сыбанбайдың осы әңгімесін оқуға кеңес беремін.